Аңызға сүйенсек, Шаңқобыз аспабының шығу тегі аю аңына байланысты деседі. Күндердің күнінде ну орманның арасына бір бозбала қашып кетеді. Адасып жүріп, бір дыбысты естиді. Қатты соққан желмен есіп, ағаштар жапырағының сыбдырымен араласып, керемет үн құлағына жетеді. Толқыныспен сол үн шыққан жақты іздей жас жігіт жүре түседі. Желге қарама-қарсы бағыт түзеп, бір шама жер артта қалғанда, көз алдында ғажайып көрініс орын алды. Үлкен аю бөрененің жанында отыр. Ал әлгі ағаш бетінде құс қауырсынындай жіңішке жіп іспетті дүние тартылған. Аю алақанымен сол ішекті ұрған сайын үн шығады екен. Біраз отырғаннан кейін әлгі аю орман арасына азық іздеп кетеді. Жасырынып отырған боз бала бірден сол аспапқа жақындайды. Ақырын қолын созып тартқан еді, тамаша дыбыс пайда болады. Таңғалған ол тағы да бірнеше мәрте кезек тарта түседі. Әуезді дыбыс керемет әуенге ұласып, төңірекке таралды. Содан кейін әлгі жас екі тілшесін кесіп тастайды да, үшіншісін қатты тартады. Тіпті әлгі тілшенің соншалықты тартылғанынан ба, былай қарасаңыз көрінбейтін сияқты байқалды. Бала аспаптың соңғы бұрышындағы тілшені шашымен мықтап байлай түседі. Мұнан кейін дайын болған шығар деген оймен ерніне тақап, қолымен әлгі тілшесін тарта бастайды. Иә, сол сәттегі шыққан үннің кереметтілігіне сөз жетпейді. Oh, give me a home where the buffaloes roam, where the deers and the antelopes play, where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day. Ал Джонни, әніңді айтып болдың ба? Әрине, акустика қалай? Ұнады ма? Иә, әр секундта шыққан үннің кереметтілігіне сөз жетпейді. Сәлем менің құрметті достарым. Менің есімім Нұрмолдаев Серік. Мен Тұран фольклорлы этнографиялық ансамблінің мүшесімін. Ал менің есімім Джонни Газ. Бүгінгі бағдарлама аясында мына жас әрі келбетті жігітпен саяхаттайтын боламыз. Әрі сапар аясында ерекше орындарға барып, сіздерге барынша таныстыруға тырысамыз. Бүгін Қарқаралыға келдік. Джонни екеуміз осы жерден шабыт іздеп көрмекпіз. Серік, мен мына азаматқа арнап ән жаздым. Әйтеуір ән жаздым деп қорқытып алмашы. Әй қайдам, ол менің гитарамнан қорқуы мүмкін, бірақ домбырадан шошымайтын шығар. Олай болса жарайды, көрелік. Ол домбыраға да үйренісіп қалды. Ал кеттік ендеше. Бұл әнім саған арналады, досым. Сен ән айтайын дедің бе? Иә, бір тамаша әнімді орындасам қалай қарайсың? Yes, it all come to greet me, arms reach me, smiling sweetly, it's so good to touch the green, green grass at home. Down the lane I watched with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries, to touch the green, green grass. It's so good to touch the green, green grass of home. Оған ұнаған секілді, көрдің бе? Әннің құдіреті деген шексіз ғой. Оның үстіне мынадай тұмса табиғат аясында шырқалған әуезді ән жан дүниеңді тебірентіп жібереді. Біз бұл жерге қарумен емес, гитара мен домбырамызды құшақтап келдік. Табиғат ана музыканы сүйеді ғой. Байқаған шығарсың, құдды бір құлақ түргендей кейіпті. Бұл бір сиқыр сияқты, иә? Иә, шынымен сиқыр. Серік, шынымды айтсам, мына сәт мені қатты толқытып жіберді. Керемет емес пе?
Джонни, қарқаралы деген атаудың өзін айту саған қиынға соғып тұр. Оның не мән беретінін ойлап көрдің бе? Жоқ, шынымен де қарқаралы сөзінің мағынасы қандай? Негізі, қарқаралы деген сөздің өзіне тоқталсам, бұл әйел затының бас киімі. Бас киім дейсің бе? Қызық екен. Бетперде сияқты киім дейсің ғой. Жалпы, халықтың айтуынша, мұндағы таулар сол әйел бас киіміне қатты ұқсайды екен. Оның үстіне аталмыш қарқаралы жерінде Қазақстанға танымал ұлы тұлғалар, ерекше жандар дүниеге келді, өмір сүрді. Мысалға айтар болсам, Тәттімбет, Қазыбек би, тіпті Абай Құнанбаевтың да балалық шағы осы өңірде өткен. Ал мына көз алдыңда тұрған мешітті оның әкесі Құнанбай тұрғызыпты көзі тірісінде. Абай дейсің бе? Мен естіген сияқтымын. Иә, сол сен ойлап тұрған жан. Оның әкесі Құнанбай. Әлгі ән емес пе? Иә, таразда қосылып шырқаған едік қой. Есіме түсті, дұрыс. Бұл мешіттің тарихы тереңде, тұтас ағаштан тұрғызылған. Абай атамыздың тағы бір әні ойға келді. Айтып көрелік. Сен көзімнің қарасы деген әнді естігенсің бе? Желсіз түнде жарығай дейтін әнді Қазақстанда білмейтін жан кем дегем шығар. Домбыраңды қоса тартпақшысың ба? Мен саған айтып берейін. Әрине. Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың маңы терең сай, тасыған өзен гүрілдеп, ауылдың маңы терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Міне, осылай айтылады. Тамаша, сен өте жақсы орындап шықтың. Рахмет үлкен. Алдағы уақытта қазақтың ұлттық әндері мен күйлерін бірлесіп айтуға да болады. Оның үстіне домбыра мен гитараның үйлесімділігіне куә боламыз. Абайдың әкесі домбырада ойнаушы ма еді? Әрине, ол жайлы мен саған кейінірек айтып бергім келіп тұр. Алдағы күндері Абай Құнанбаевтың туған жеріне сапарлаймыз. Сол жерде айтсам қалай қарайсың? Тамаша, келістік. Ал музыкалық сапарымызды жалғастырамыз ба? Жақсы, жолға шығайық ендеше. Жартасты жерлер өте көп екен. Міне, үңгірде көрінді. Иә, жартасты жыралар гранит тастардан құралған. Шарын шатқалына сапарлағанымызда дәл осындай жартастарды тамашалағанымыз есіңде ме? Сол жерде көмеймен ән айттық, ерекше шыққан еді. Бүгін саған тағы да дайындаған сыйым бар. Ұлттық аспаптың бірін көтере келгенем. Алдымен таныстырайын. Мұны шаңқобыз деп атайды. Мынау саған, ал мынау маған. Бұл қап. Қараша, қаптың өзі аяқ киімге қатты ұқсайды. Шынымен ұқсайды екен, байқадым. Бұрындары бұл аспапта көбіне әйел заты ойнаған деген сөз қалған. Әкелер арнайы өз қыздарына арнап осы аспапты әзірлейтін. Қабын да сол нәзік жандылар ыңғайына қарап жасаған. Иә, ал көрелік. Бұл аспап шынымен қыз балаларға арналған ба? Қазіргі уақытта қалай? Әйел затыныкі саналама? Жоқ, қазір бұл аспапта барлығы ойнай береді. Бірақ бұрындары тек қана қыз балаларға ғана тартқан. Мұны сонда үрлеу керек пе? Алдымен дыбыстың қалай шығатынын үйренейік. Не бойся, тяни. Қорықпа, тарта түс. Дұрыс, осылай. Қара, мұны ойлаған кезде әрбір тартқан сәтте шыққанын адамның өзін ерекше әсерге бөлей түседі. Сондықтан аспапты шамандар жақсы көрді.
Олар аспапты ерінге тақап, артта отырып трансқа түскен. Қазір мен саған тартайын. Сен соның ритміне сай ән айт. Келістік пе? Mother Nature's freaking out, and you know it's just for you to come around. Make you understand, make you understand, understand. Let her open your eyes, let her open your eyes. You understand, yeah. Understand, open up your mind. Open up your eyes of your soul. Let everybody want you. Жарайсың. Иә, ерекше әсер, ерекше толқыныс. Джонни, сенің суырып салмалығыңа тәнтімін. Сен дәл қазір өте көне дәуірден бізге жеткен құнды мұра, тарихи аспап, мистер Найдың дауысын естідің. Мистер Най дейсің бе? Иә, мес. Мистер Най деген сөздің мағынасы не? Мес дегенім, міне, мынау іспетті пішінді құрайды. Бұрындары оның ішінде қымыз, сүт секілді сұйық заттарды сақтаған. Сөмке іспетті ме? Түсіндім. Иә, сыртқы пішіні ыдысқа ұқсайды. Бүгінде бұл аспапты көптеген жан біле бермейді. Ұмыт қалған десем де болады. Қазір біз осы бағытта жұмыс істеудеміз. Ел арасына ескірген аспапты таныстырып, құндылығын насихаттап дегендей. Әзірге құрылымын жасап жатырмыз. Демек, бұл аспап әлі толықтай дайын емес деген сөз ғой. Дәл солай, толық дайын емес. Түсіндім. Джонни, мистер Най аспабынан бөлек, мен қамыс сырнай деп аталатын тағы бір аспапты көтере келдім. Кішкентай ғана болып келеді. Кәдімгі қамыстан жасалады. Жақсы, бірақ дыбысы қызық. Оның үніне құлақ түрсең, аңыздар жетегіне алып кетеді. Аңыз демекші, мен саған Шайтан көл туралы оқиға айтып берейін. Ерте заманда мына жер бетін Сұлушаш есімді бойжеткен мекендепті. Оның әкесі өте бай адам екен. Үйлерінде сол қызымен түйдей құрдас Алтай есімді жалшы қызмет істепті. Уақыт өте, олар бір-біріне ғашық болады. Ал бай болса сирағы шыққан кедей баласына қызын беруден бас тартады. Махаббат шіркін жай қояма. Алтай досы Қайсарға айтады. Ол үшеуміз бірге қашайық деген ұсыныс тастайды. Осылайша жастар бір түнде бас ауған жаққа қаша жөнеледі. Жүре Қарқаралы маңындағы Жирен Сақал дейтін жерге жетеді. Сол маңға аялдап, аң атып, құс аулап тіршілік етеді. Күндердің күнінде аңға шыққан Алтай жардан құлап қаза болады.
Сұлу шаш осы уақытта паналаған тескен атты үңгірде сыбызғысын тартып, ой үстінде отырады. Сол сәтте алып арыстан үңгірге кіріп келеді. Қатты қорыққан қыз қашамын деп өзенге батады. Достары болған Қайсар оларды іздемекке маңайды кезе бастайды. Өзен бойынан қыздың көйлегін табады да өлгенін түсініп, 6 айдың да өмірден өткенін сезіп, қайғыдан ол да жар басынан секіріп кетеді. Міне, содан бері 3 бірдей жастың өмірін қиған көлді ондағы жұрт Шайтан көл деп атап кеткен екен. Top of the world, looking at the devil's eyes, calling out the name. Calling out your name. Calling out your name. Everything is changing, but the mystery still remains, calling out your name. When the night falls, you'll see in the darkness an eye deep down inside, calling out your name. The lake of the devil is deep, with the bottom to meet the bottomless pit. Under your feet, as the ice melts below, you sink into another world you don't know. Going down another world come alive out the devil's lair. The devil's lay. Мына өлең жолдарын қазір шығардың ба? Что вышло у тебя? Иә, қазір ғана ойыма келді. Биікте орналасқан Шайтан көл. Мен барынша ұйқаспен айтуға тырыстым. Дәл қазір мұздай көл суының маңында тұрмыз. Мұның тұңғиығын өлшеген жан жоқ. Белгісіз. Құдды бір жер кіндігіне апаратындай. He is going to another world. Тұмса табиғат аясында шабыттану деген осы шығар. Иә, бұл шын мәнінде шабыт әсері. Очень красиво. Рахмет. This is Серік, саған да мың алғыс. Бұл жердің көркіне сөз жетпейді. Ну что, Олай продолжим? болса, Продолжим спускаться сапарымызды за жалғай түсейік. Жартастан төменге ылдилау қажет. Кеттік ендеше. Гитараңды маған бер, көмектесейін. Рахмет. Бүгін Қарқаралы қаласындағы дәмхананың бірінде ұлттық тәттілермен шай ішіп көрелік. Керемет, бауырсақты айтып тұрсың ба? Иә, дәл таптың. Бауырсақ. Ол міндетті түрде дастарханға алынады. Нанның бір түрі ғой. Алдымен мұнаның дәмін көр.
Бұл не? Оны ірімшік деп айтады. Сыр ма? Я, сеніңше сыр деп аталады. Бірақ дәмі басқа. Дәмді екен. Ерекше емес пе? Енді мынадан көр. Бұл басқа түрі. Тамаша. Бұл да сыр ғой. Ал енді ұлттық астың бір түрі құртқа кезек берейік. Сүттен әзірленеді, бірақ сыр емес. Қатты екен. Дәмін көрсеңші. Тас сияқты қатты. Иә, тісің одан сайын мықты болады. Шынымен, мұның да дәмі ерекше екен. Сенің көңіліңнен шыққанына қуанып қалдым. Шайыңды асықпай ішіп ал. Сосын сапарымызды жалғастырамыз. Ас болсын. Джонни, айналаңа көз салшы. Голливудтық фильмдердің көрінісіне ұқсайды. Сәндік жабдықтар іспетті. Бірақ табиғат ананың қолынан шыққан туынды. Лава жазығы. Иә. And you decorated my life, created a world where dreams are apart. Yes, you decorated my life by painting your love all over my heart. Decorated my life. Сенің кезегің, Серік. Decorated my life. Сөз жетпейді. О, осторожно. Ой, абайла. Иә, мынадай дизайнды әлемде ешбір жан жасай алмас. Әніміз де жақсы шықты. Дұрыс айтасың. Артымыздағы көрініс құдды бір сахна секілді ме? Тұмса табиғат құдіреті. Өте әдемі. Сәл жүре түсейік. Саған қарқаралы жерін алақандағыдай етіп көрсеткім келіп тұр. Жүр, көрейік. Вот, Джонни. Міне Джонни, қараша, кішкентай Швейцария емес пе? Қазақстанның Швейцариясы. Құдды бір қарқаралы қаласы алақанға салғандай кейіпте. Иә, шынымен сұлулығы шексіз ғой. Иә, қарқаралы десе дегендей ақ екен. Айналаға қарап, көпшіліктің жиі айтатын әні Уилл Нельсон айтқан үн еске түсіп тұр. Ons voor Karkarle. Karkarle. Каркаралы. Karkarle. Қарқаралы. Karkarle. Okay. Karkarle. All right. Here we go. On a mountain, in a mansion so fine. It looks down on this cabin of mine. I had a girl, I loved her true. Along came a rich man, he loved her too. On a mountain, in a mansion, stands my love. Сенің кезегің, Серік.
Сәлем менің құрметті достарым. Бүгінгі алған әсерім шексіз. Тұмса табиғат аясындағы әуезді әуен байланысы мені қатты таңғалдырды. Қарқаралы жері ерекше екен. Ертегі әлеміндегідей таулары, аңыз бен сырға толы жазық даласы, тіпті Шайтанкөл көлінің жанында жаңа ән туды жүрегімде. Ал Серік болса менің жан дүниемді сезгендей ме, әр сапар сайын шабыт сыйлап келеді. Енді келесі саяхатымызды асыға күтетініме күмән жоқ. In a mansion stands my love. All the mountain in a mansion so fine. Kara Kalinski. Қарқаралы. Karkaralı.